Әр күн сайын сағына іздер, әрбір сөзінен 100.000 мағына іздер. Дәл қазір абай тірі боп тұрса, таяқ жереді тағы да бізден. Басқа да шауып төс көрлеген үшін, қара бір сөзге дес бермеген үшін, ислам дінін қош көрген үшін, тозығы бар деп дәстүріміздің әруақтардан сескенбеген үшін, шамани салтты қош көрмеген үшін, барлық малын кедейге таратып, Құнанбай атаға ас бермеген үшін, ешқашан оны аямас едік. Тоқпақтасып та тойамас едік, тоямаған соң қойамас едік. Канденге күнін қаратар едік. Күшіктерімізге талатар едік. Интернет деген итаршымыздың иесін атып сабатар едік. Сақалын оның бір талдап жүріп, вахабист қылып қаматар едік. Депутат қылып сайлатпас едік. Қайран жұртым деп сайратпас едік. Шабарманымызды айдап сап күнде ақ ордамызды жайлатпас едік. Әйбәттіп арыз жазалар едік. Халқымызды одан тазалар едік. Қазақты араб қылғысы келген қылмысы үшін жазалар едік. Ән ұрлағыш деп дүм көтередік. Күллі бір жұртқа күл көтередік. Дінді қорғаған адамдар үшін қара тізімге тіркетер едік. Арыстанға мә деп майлап беререк. Жақсаты болса, ылайлап беререк. Көнбе түгіл ЦРУ ФСБ-нің нысанасына байлап беререк. Қара сөз жазып құтырмас еді сонда. Әнші боп кетсе құтылмас еді. Дана деп қазір дәріптеп жүрміз. Тірі жүрсе бізден құтылмас еді.